Ассалаумағалейкум. Құлматай деген бұл қорым екен жалпы. Бұл Мақат ауданы Доссордан шамамен 35 километр жер болып қалатын шығар. Картада Құлматай деп көрсетілген. Жалпы бұл аймақта Шеркеш сақауларының қорымдары бар. Осы жерден Доссор бағытына қарай 10 шақты километр жерде Досқана қорымында болдық. Шеркеш Сақау Шолпан бөлімінен. Сосын ана жерде Бопылдық қорым бар, ол қорымда сол рудан енді бұл жерде құлпытастар жоқ екен. Құлматай деген Шеркеште бар ма жоқ па, сол комментарийға бір тастап кетсеңіздер болады. Кесенесі тұр, құлпытас енді мына болғанның өзінде мына кесененің құландысының астында қалған болуы мүмкін. Қасында мына кішігірім кесене бар, тағы да бірнеше жерлі орындары бар екен. Мына жерде Доссор Индер темір жолы жақын жерде. Енді шамамен мына кесене 20 ғасырдың бас кезіне сәйкес келеді. 1920 деген сияқты шамамен. Олай деп айтуым себебі кесененің қабырғаларын жұқалау қылып салған. Яғни бұл одан әріректегі кесене болса, бұл бұған дейін құлап қалу керек еді. Бұл жерде бұған дейін болған емеспін. Жерені қарап отырмын. Құлматай деген сол Шеркештен тарайды екен. Шеркеш, Ойыс, Сақау, Шолпан бөлімінен тарайды. Досқана, осының алдында салынған видео, сол Досқананың қорымы. Ол жерде Бәстекбайдың балдары, Ботайдың ұрпақтарын, құлпытастарын оқыған болатын. Енді бұл да Құлматай деген Досқананың немересі екен. Аралар жақын, бұл қорымдардың шамамен 10-15 километрдің арасы шығар. Досқанадан Қарабай, Қарабайдан Қалматай. Яғни кесененің де салыну уақыты осы кезеңге сәйкес келеді екен. Шежірені салыстырып қарап отырсам. Яғни кешегі оқыған Ботай дегеннің немере бола ма екен? Немере бауырлар болып тұр. Қалматай деп көрсеткен екен. Жаманқұл, Тастай, Қаратай осындай ұрпақтар тарайды екен. Бұл да Қалматай Шолпан бөлімінен екен. Қалматай.